Сәлем менің құрметті көрермендерім. Мен бүгін сіздермен жөтелден және жөтел кезіндегі қақырықтан, суықтан құтылатын халық емімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын маған тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыздар. Ежелден халық емі болып келе жатқан құйрық майдың пайдасы жөтел кезінде өте керемет. Мен бүгін сіздермен осы құйрық майды алудың осындай екі түрлі әдісімен бөлісетін боламын. Осындай стерилді әдісі және де шұжық қылып шыжғырып алудың әдісті көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай қойдың құйрық майы қажет болады. Құйрық майымызды осылай майда бөліктерге бөліп турап аламыз. Қажет болса ет тартқыштан өткіздірсек тіптен жақсы болады.